жасағым келіп отыр. Бірінші видеолардан бастап мен бір тематиканы таңдап, сол тематикаға бейнебаян түсіретін болатынмын. Бірақ бүгін мен осындай жай ғана әңгімелесіп, сіздердің қалдарыңызды сұрап, осындай бейнебаян түсіргім келіп отыр. Мынау слаймның жабысқағын-ай, жер көктің барлығында бүлдірді. Ондайын білгенде мен қолыма басқа бір нәрсе алатынмын. Жарайды енді. Жолатын дүние ғой. Жаңа келе жатқан жаңа 2022 жылдарыңыз құтты болсын. Әр шаңыраққа жаңа жыл құт береке, денсаулық әкелсін. Жалпы мен Балталка ASMR-ды түсірейін деп бейнебаянды бастап жатқан кезімде менде басымда екі ой ғана болды. Жаңағы бірінші ол ASMR-да қашан өзім қарай бастадым, сол туралы айтып кету. Және де айта кететінім, статистика бойынша енді қарап отырсақ, жаңағы бейнебаянның астында неше көрініс болсын, бірақ комментарийлар өте аз. 1% құрайды ма солай. Менің енді оқырмандарым кішігірім ғана әлі. Бірақ соған қарамастан бір 3 адам бар. Жаңағы қолдап комментарий қалдырып жүрген. Бірақ сәлем жіберейін десем, сәлем айтайын десем, толық аттары жазылмапты. Біреуі Ли деген кісі ма, қате айтсам кешірерсіз. Екіншісі бұл жерде қызық деген аккаунттың аты. Және де Пико. Осы кісілерге үлкен рахмет. Комментарийлар қалдырып, қарап жүргендеріңізге қолдау көрсетіп өте ризамын. Осы бейнебаянның астына ASMR форматында видеоларды қашан, неліктен көре бастағандарыңызды жазсаңыз, маған өте қызық болар еді. Мен әрқашанда өзім жазылған ASMR-тистардың сол әңгімелерін
неше жылдай, 5 жылдай болып қалған шығар. Бір 2015-ші, жоқ 15 емес, жоқ одан да 14-ші жылдары мен қарай бастадым. Сонда бір 6-7 жылдай болып қалған шығар. Мен жоғары оқу орнында оқып жүрген кезде бір сессия ма, сондай емтихандар болып жүретін кезең болатын. Сонда қобалжып дайындалған соң, 1-2 осындай емтихан өткен соң, ұйқымнан айырылып, мүлдем түнде ұйықтай алмайтын болдым. Сол бір түн өтеді, 2-ші түн өтеді. Сонда жай ғана бірінші медитация музыкалары деп жаңағы ютубта жаздым. Одан ұйқым келмеді. Содан соң мүмкін ертегі оқитын бір кісілер бола ма екен деп, мүмкін мен тыңдап ұйықтап қалармын деп, кішкентай кезімде сияқты. Сондайды қарап едім, жоқ, мүлдем. Содан кейін бір ютубта тихий голос деген сияқты ма, сондай запрос жібергеннен кейін бірінші шыққан жаңағы ролик барлығына жаңағы танымал Gentle Whispering деген ASMR-тистің ролигі болатын. Жай ғана жаңағы шашын тарап отырып сыбырлаған даусымен бір нәрсе айтып отырған кезім, мен сол роликті ашып бірінші мезеттен енді түсінбейтінмін, не айтып отыр, неге жаңағы сыбырлап отыр деген сияқты. Бірақ соны қарап отырып, 2-ші минутында ұйықтап қалыппын. Таңертең тұрып, жаңағы наушникқа кәдімгідей оралып қалып, аң-таң болдым да, қалай сонда неше күн ұйықтай алмай, сол жаңағы қыздың сыбырлап жатқанынан ұйықтап қалдым ба деп қарай бастасам, жаңағы сол Марияның парақшасына кіріп қарай бастадым. Және де канале деген жерде ASMR туралы жазылды ма, немесе сол сөзді көрдім ба. Негізі ASMR туралы енді Google'дан сұрап, солай білетін болатынмын. Содан кейін мен сол көргеннен бері әрдайым солай қарап жүрмін. Әртүрлі форматтағы видеоларды көрдім, жаңағы әртүрлі ASMR-тистардың орысшасында, Корея, ағылшында. Бірақ маған түсінбейтінім жаңағы мукбанг, кішкене ролевой игра дейді ғой, сондай еді. Енді маған аса ұнай қоймайды. Маған өзіме ұнайтын жақын осындай жай ғана бір нәрсе туралы айтып, камерада қолдың жай ғана осылай қимылдап, мүмкін камераға былай жақындатып жатқаны мені өте демалдырады, шаттандырады деуге болады. Сондай маған ең сүйікті форматтарым ASMR-дағы сол салғыспен түретін кез, бір кітаптан, журналдан бір нәрсе қарап, оқып отқан кез, неразбор деу, шопыт дейді ғой, сондайды ұнайды. Және де мен түсірген болатынмын сондай бейне баянды тірі адамдағы жаңағы ASMR қолы жаңағындай
демалып қаламын да. Сол енді айтқым келгені, мен басқа біреулердің ASMR-ға қалай келгенін естіп маған қызықта. Содан соң бөлісіп отырғаным енді. Енді менің бейнебаянда түсіретін кезі түннің мезеті, үйдегі барлық адамдарды ұйықтатып, осылай өзім отырып түрмесем басқаша ешқалай. Өйткені біздің үй негізі жолдың дәл бойында, түнгі 1-11-ге дейін көліктердің дыбыстары, лифттің дыбысы 11-ге дейін тіпті болады. Астында бізде көршілеріміз ремонтты әлі бітірмей істеп жатыр. 2 ай бойы білмеймін енді қандай ремонт екен. Сондықтан түнгі 12-1-ден кейін ғана жүруге тура келеді. Ойыма келіп жатқан сөздерді айтып жатырмын. Бір-біріне келіспесе әңгімелерім, енді кешірерсіздер. Сол. Соңына дейін менімен болсаңыздар, қайырлы түн. Рахметімді айтамын. Және де қандай бейнебаян түсірейін, ұсыныстарыңыз болса жаза кетіңіздер.